Бәріне сәлем, сіздермен қысқаша кино. Бүгін біз 2018 жылы салқын анимациялық экшн фильмін сюжетін талдаймыз. Таиландтағы тігін фабрикасында балаларды аяусыз қарап, адамгершілікке жатпайтын жағдайда шүберек қуыршақтарын жасауға мәжбүр етеді. Менеджер егер олар жұмыс істеуден бас тартса, немесе кішкене болса да қателік жіберсе, балаларды ұрады. Бір күні фабрикаға оның иесі Филипп Пепперминт келеді. Менеджер қызға қожайынына су әкелуді бұйырады, ал кішкентай қыз өздері ішіп отырған краннан лас суда келгенде қатты ұрады. Бала бұл көріністі көргенде қорқып дірілдейді, және кездейсоқ иесі қасына қойған дойбы шарпынан ниндзя қуыршағын жасайды. Мұны байқаған менеджер немқұрайлы жұмысшыны бамбук таяқшасымен бірнеше рет қатты ұрады. Филипп менеджердің таяғын алады, тек бақытсыз адамды соңғы демін алғанша ұрып соғуды жалғастырады. Иесі кеткеннен кейін дойбы қуыршаққа найзағай түсіп, оны тірілтеді. Филипп көлікке отырып, кездейсоқ банк картасы жерге түсіп қалады. Кішкентай ниндзя картаны алып, жүк көлігінің артына секіреді. Ол теңіз портына қарай бет алады. Ол құлап бара жатқан кемеге еніп кетеді. Кеме капитаны Стюарт қуыршақты байқап, жиені Алекске сыйлауды шешеді. Алекс Стенстрем орта мектептің 7-ші сыныбын оқиды. Ол анасымен, өгей әкесімен және өгей ағасы Шанмен бірге тұрады. Ол Алексті үнемі мазақ етеді, ал өгей әкесі бұған көзін жұмады. Алекс 8-ші сынып оқушысы Джессика Пепперминтті қатты ұнатады, бірақ қызға өз сезімін мойындаудан тартынады. Алекстің туған күнінде Стюарт ағасы Стренстромның үйіне келіп, жиеніне кемеден табылған ниндзя қуыршағын береді. Ағасы оның ерекше түстеріне байланысты дойбы ниндзя деп атайды. Келесі күні мектепте Алекс достарына Одиссей мен Перриге сыйлығын көрсетеді. Джессика 8-ші сынып оқушыларын үйіне қонаққа шақырады. Перри мен Одиссей досына көмектескісі келіп, қызды шақырады. Алекс оған бір ауыз сөзден тартынғандықтан, сұлу қыз ашуланып қабағын түйіп кетіп қалады. Осыдан кейін мектептің бас бұзақысы Глен жігіттерге жақындап Одиссейді қорлай бастайды. Жігіттердің ешқайсысы қарсылық білдіруге батылы бармайды. Осы кезде Алекстің рюкзагындағы ниндзя жаңа иесінің дауысын салып, бұзақыны қорқытады. Глен ашуланады, бірақ Алексті уақытында келген мұғалім құтқарады. Сабақтан кейін Глен Алексті қорқытып жерге лақтырады. Алекс великке мініп қашуға тырысады, бірақ Глен артынан қуып басып озады. Ниндзя Гленді түтікпен өшіргіш сағызымен атып жібереді. Ол жерге құлап түседі. Үйде ниндзя Алексті қорқақ деп айыптайды, және бұзақылардың оның достарын қорлауына жол бермеуін ниндзя мектеп оқушысына Гленмен күресуге көмектесуге уәде береді. Және егер ол өз миссиясын орындауға көмектессе, Джессиканы баурап алуын айтады. Жігіт сәйкес басын изеп жатқанда ниндзя банк картасын көрсетіп, ондағы есімді оқып беруін сұрайды. Карта миллиардер Филипп Пепперминтке тиесілі, бірақ Алекс Джессиканың әкесі деп шешеді. Өйткені оның фамилиясы да дәл солай. Ниндзя Алексті жекпе-жек үйрететін ойын алаңына апарады. Алғашында жігіт онша жақсы жұмыс істемейді, бірақ уақыт өте келе ол ниндзялардың ашулы шабуылдарына қарсы тұра алады. Келесі күні Алекс Джессиканы қалай өзіне қаратуға болатынын ойлап жатқанда, ниндзя бұл мәселені түбегейлі шешеді. Ол диспетчерлік бөлмеге бүкіл мектепте дауыс орайтқыш арқылы барады. Жаңа үй иесінің даусымен 8-ші сынып оқушысына деген сүйіспеншілігін мойындайды. Бүкіл мектеп Алекске күледі. Тек Джессика әдемі мойындауынан ләззат алған сияқты. Біраз уақыттан кейін мектеп асханасында ниндзя үй иесінің мектептегі танымалдылығын едәуір арттыруға уәде береді. Содан кейін Алекс дауыстап Гленді ешкі деп атайды, және сенбі күні оны кешке жекпе-жекке шақырады. Ал есеңгіреген мектеп оқушысы қуыршағы сөйлегенде аузын ашуға үлгереді. Сенбіде жаңадан бастағандарды жазалайтынына сенімді. Алекс біткеніне сенеді. Ниндзя досын тыныштандырады. Оған бұзақыға тұзақ құруға көмектеседі және орта мектеп оқушысымен жекпе-жек өнерін жалғастырады. Белгіленген күні бүкіл мектеп Алекстің ұрып соғуын көруге келеді. Міне 7-ші сынып оқушысы Гленді анда-санда жүгіртіп, ниндзя екеуі құрған тұзаққа түседі. Ақыры бұзақы балшыққа құлап, мектеп оқушылары мазақ еткенше ашулы бұзақы Алексті мүгедек етпекші, бірақ дайындалған Алекс бұзақының барлық шабуылына қарсы тұрады. Содан кейін Гленді берілуін мәжбүрлейтін әрекет жасайды. Көргеніне тәнті болған Джессика Алексті үйіне қонаққа шақырады. Кеште жігіттер Джессиканың әкесі олар қалаған Филипп Пепперминт емес, миллиардер өлтіруші екенін біледі. Кездейсоқ олар бір қалада тұрады. Ниндзя зұлымдықпен шұғыл түрде айналысқысы келеді.
Бірақ Алекс дәл қазір барудан бас тартады. Өйткені Джессика онымен билеуге келіскен. Ниндзя жолдасы уәдесін орындаудан бас тартады деп ашуланады. Ашуланған ниндзя Алексстің шалбарына су құйып, бәріне оны сиып қойды деп мойындатады. Содан кейін 7-ші сынып оқушысының даусымен Джессикаға дөрекі сөйлеседі. Сондықтан жігіт қуыршақпен кештен кету керек. Сәл кейінірек ниндзя өзінің қызып тұрғанын түсініп, кешірім сұрайды, және олар миссияны орындағаннан кейін жағдайды жақсартуға сөз береді. Екеуі Филипптің үйіне кіріп кетеді. Алекс ниндзяның кәсіпкерлерді өлтіретінін түсінбеді. Ниндзя Филиппке шабуыл жасайды, ал аңтаң болған Алекс оған кедергі келтіріп, кәсіпкердің қашып кетуіне және ұрлық дабылын қосуына мүмкіндік береді. Полиция көп ұзамай келеді, бірақ ниндзя Алексті қылмыс орнынан қашуға көмектеседі. Ниндзя Алексті өзінің бұрынғы өмірінде нағыз ниндзя Тайко Накамура болғанын айтады. Ол өз руына шабуыл жасаған самурайларға қарсы батылдықпен шайқасқа шығып, бірнеше ондаған жауды өлтіреді. Ол тапсырманы орындай алмай, содан кейін пышақпен өзін өлтіреді. Денесіне найзағай түсіп, кек алуды бастайды. Тайко қатыгез жауыздармен кісі өлтірушілерді жазалау үшін бірнеше рет әртүрлі жаратылыстар ретінде қайта туылды. Шындықты білген Алекс қуыршаққа кәсіпкерді жоюдан бас тартады. Ашуланған ниндзя Алексстің ағасына қатыгез жасайтынын айтып қорқытады. Өйткені Алекс уәдесінен бас тартады. Алекс ниндзяның артынан жүгіреді. Ол Шанның бөлмесіне кіріп, оны жастықпен тұншықтыруға тырысады. Алекс есі ауысқан ойыншықты тоқтатуға тырысады. Ал шу шығарған ата-аналар Алексстің есі кетіп, ағасын өлтіруге бел буды деп сенеді. Мектеп оқушысы бұл оқиғаға ойыншық қуыршағын кінәлап, жағдайын одан сайын ушықтырады. Ата-анасы Алексті психологиялық ауруханаға келеді. Онда дәрігер 1-2 апта бойы баланы жабық палатаға жатқызып, оқушыны жақындарына шабуыл жасау үшін, аңдып қалмау үшін оны седотиппен толтыруды шешеді. Пайда болған ниндзя, егер Алекс өз миссиясына көмектеспесе, дәрігерді өлтіремін деп қорқытады. Мектеп оқушысы жолдасын өлімнен де ауыр жаза бар екенін түсіндіріп, жауызды басқа жолмен жазалауды көндіреді. Ниндзя дәрігерге Алекстің денсаулығы жақсы екенін және оны ауруханадан шығаратын уақыты келгенін табандылықпен түсіндіреді. Мектеп оқушысы ағасына қонаққа барады және Стюарттың дәптеріне есірткі сатушының телефонын байқамай қайта жазады. Өйткені өз қолымен емдегенді ұнатады. Алекс есірткі сатушы Паркаға қоңырау шалып, одан 1 килограмм кокаин сатып алуға дайын екенін білдіреді. Парка үлкен мәмілеге келіседі, бірақ кездескенде ниндзя ол адамға шабуыл жасайды. Оны байлап тастайды. Өз көлігінің жүк шалқысына қамап тастайды. Полицейлерді шақырады. Осыдан кейін ниндзя батылдықпен ішін жыртып, ішіне 1 кило кокаин жасырады. Балалар Филиппті әуежайда күтіп алады. Бірақ өкінішке орай ниндзяның багажына секіруге уақыты жоқ. Сондықтан ол Таиландқа кәсіпкермен бір ұшақпен баруға мәжбүр. Бангкокта ниндзя кеденшілердің итін иіскеуге мүмкіндік береді. Одан кейін ол Филиппті қуып жетіп, кеудесіне тура секіреді. Ит қуыршақты жарып жібереді. Ал уақытында келген полицейлер кәсіпкерді ұстайды. Филипп не болып жатқанына сене алмай, өйткені Таиландта есірткі тасымалдағаны үшін өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Азап шеккен ниндзя ол өз миссиясын орындағаннан кейін қозғалыссыз жерде жатып қалады. Алекс өзінің кіттай досын қатты сағынады. Джессика жігітке жақындап, оның махаббат туралы нәзік мәлімдемесі бар дауыстық поштасы қатты ұнағанын айтады. Риза Алекс ниндзяның уәдесін орындағанын және оны қызбен татуластырғанын түсініп, сұлуды сүйеді. Кешке Алекс теледидардан олардың маңайында қорғансыз өтіп бара жатқан адамдардан сөмкелерінен қымбат заттарды жұлып алатын қарақшы пайда болғанын көреді. Алекс бұл мәселені шешудің уақыты келгенін түсінеді. Бетіне жолақты шарыптық орап, қылмыскерді қарусыздандырылмақ болып табалдырықтан аттайды. Жаңа кездесулерге дейін көргеніңізге рахмет.